Үнемдеу өнері. Үнемдеу дұрыс па? Үнемдемей-ақ арқаны кеңге салып өмір сүрмейміз бе? Бұл өзіңді шектеу емес пе? Бір нәрсені анық білемін. Үнемдеу қаржылық әдет. Қаржылық қауіпсіздікке жеткізіп, жиған байлығыңды сақтап қалуға көмектесетін жақсы әдет. Бірақ не үшін кейбір адамдар бұл сөзді ұнатпайды? Не үшін үнемде десе төбе шашы тік тұрады? Үнемдеудің антонимі ақшаны шашу. Мысалы, қажет болмаса да зат сатып ала беру. Қанша теңге керек? Оны не істейсің деген сұраққа ананы сатып алам, мынаған жұмсаймын деп жауап берсең, ақша деген сөзді естігенде ойыңа бірден бір нәрсе сатып алу келсе, сен тұтынушысың. Тапқаныңды жұмсай бергің келеді. Ал өзін тұтынушы емес, инвестор сезінетін адам ақша деген сөзді естігенде оны жұмсай салуды емес, сақтап көбейтуді ойлайды. Тұтынушылықты әдет, бірақ жаман әдет. Себебі түбі сені қарызға батырады, қаржылық тәуелсіздігіңді шектейді, ақшаның құлы қылады. Үнемдеу қажет емес кезде ақша жұмсамау. Қажет пен қалаудың аражігін ажырату мәселесі ғой. Мысалы, қарным ашты дейік. Түскі асты қай жерден ішемін? Жанымда бір ресторан бар. Орташа чек 3500 теңге. Одан бөлек бір кафе бар. Орташа чек 2000 теңге. Ресторанда қалтам көтереді, нәпсім қалап тұр. Енді қалау мен қажет тұрғысынан қарап көрейік. Менің қажетім қарнымды тойдыру, ал ресторан қалауым қажетім емес. Демек, қалауымды шетке ысырып, қажетімді өтесем, үнемдеген боламын. Қажет емес кезде ақша жұмсамадым. Қалағаныңша өмір сүр, өзіңді үйтіп шектеме. Ресторанда тамақтанғың келсе, тамақтан дейтін шығарсың. Біріншіден, біз қалағанын істей беретін хайуан емеспіз ғой. Құранда нәпсі қалауын құдай етіп алғандар деген сөз бар. Қалағаныңды істей беруде әдет. Бұл әдет түбі сені жақсылыққа жеткізе ме, жамандыққа жеткізе ме? Екіншіден, сен үнемдеуді шектеу ретінде көріп тұрсың. Неге? Себебі сен ақшаңды шашқың келеді. Қолыңдағы ақшаңнан тезірек арылғың келеді. Ал мен үнемдеуден ләззат аламын. Нағыз еркіндік бұл. Себебі мен өзімді, нәпсі қалауымды басқара аламын. Ал сен өз қалауыңның құлысың. Үнемдеу қай кезде өзіңді қинауға айналады. Не үшін үнемдеп жатқаныңды білмесең, үнемдеудің мәнін түсінбесең, өзіңді тұншықтырғандай боласың. Үнемдеу үшін ғана үнемдесең, түбі бұл іс сені қажытып жібереді де бәрін тастай саласың. Үнемдеу қаржылық қауіпсіздікке жеткізіп, жиған байлығыңды сақтап қалуға көмектесетін жақсы әдет дедік. Қаржылық мақсаттарың болғанда, соған жетуді шын қалағанда ғана үнемдеу мәнді іске айналады. Қаржылық мақсаттар жайлы жазайын. Қарызың болса, ең бірінші қаржылық мақсатың содан құтылу. Бұл жағдайда үнемдеу тіпті өзекті болмақ. Ресторан, кафені былай қойып, сен енді қара су, қара нанмен шектелетін боласың. Жаңа киім дегенді ұмыта тұрасың. Сөйтіп қарызыңнан құтыласың. Ал құтылу еркіндік. Ертеңгі еркіндігің үшін өзіңді қазір шектей тұру да еркіндік емес пе? Одан кейінгі қаржылық мақсатың 6 айлық қауіпсіздік қорын жинау. Айлық шығыныңды есептеп, соны 6-ға көбейтесің. Бұл жұмыссыз қалсаң, сені 6 ай асырайтын ақша. Қорды жинағанша да кейбір қалауларыңа жоқ дей тұрасың. Қорды жинап, өзіңді еркін сезіне бастайсың. Бірақ үнемдеу әдетін тастамайсың. Қашанға дейін үнемдеу керек? Ақша саған жұмыс істейтін, ал сен жұмыс істемейтін деңгейге жеткенше. Үнемдеуден ләззат алып өмір сүр. Зейнетке 30-35 жасыңда шыққың келмей ме? Өзіңді инвестор сезінсең, үнемдеу болмысың айналып кетеді. Үнемдеу жақсы ғой. Бірақ үнемдеуді ұран ететін адамдардың бір проблемасы табысын арттыруды ойламайды. Ал табысты арттыру идеясын алға тартатындардың проблемасы үнемдеуді ұнатпайды. Ыдыстың түбі тесік болса, қанша толтырсаң да суы ағып кете береді. Үнемдеу сол тесіктерді бітеу, тапқаныңды ұстап қалу. Байығың келсе, табысыңды арттыруың керек. Онсыз болмайды. Бірақ сол байлықты сақтап, көбейту үшін үнемдеуің керек. Онсыз болмайды. Үнемдеу ақылды адамның ісі. Ақылды адам бір күндік өмірін емес, ертеңін, алдағы 20 жылын, 50 жылын ойлайды. Үнемдемесем де ертең сол ақшаны тауып алам дейтін өзіне сенімді адамдарға бір мысал келтіргім келеді. 2 жігіт жолға шықты. Жаяу. Шамамен 20 шақырым жердегі елді мекенге жетуі керек. Екеуіне 2 литр судан берілді. Жолда ішесіңдер деп. Бірінші жігіт суын аз-аздан қажет деңгейде ғана ішіп отырды. Екіншісі шашып төгіп, қатты шөлдемесе де іше берді. Жолда бір жерден су тауып құйып алам ғой деп ойлады. Көп ұзамай суы да бітті.
бірақ дегені болмады. Ішерге су таппады, құдықтар құрғап қалған. Ол 2 литр суын соқыр тәуекелге салып, тауысып қойды. Негізі Алла оған ризығын жеткілікті мөлшерде берген, өлтірмейтін мөлшерде. Соны дұрыс қолданбаған өзі кінәлі. Ал бірінші жігіт 2 литр суын аз-аздан қажетіне ғана қолданып, діттеген жеріне жетті. Ойланып көрші. Мақсат болмаса, үнемдеуде мән жоқ дедік. Түркияда жегенде болдым деген мешіт бар. Оны салдырған адам орта табысты кісі болған. Хикаясы қызық. Нәпсісі артық, не әдеттен тыс бір тамақты қалағанда, ол оны тыйып, жегендей болдым деп ақшасын шетке жинай берген. Сөйтіп 20 жылдан кейін кішігірім бір мешіт салуға жететін ақшаны жинаған екен. Сен де қаржылық мақсаттарыңа осындай жегендей болдым дар арқылы тез жете аласың. Үнемдеуді үйрен. Ата-анам кішкентай кезімнен үнемшіл болуға баулады. Жарықты өшіріп жүр, суды ашық қалдырып кетпе, тамағыңды тауыс, үйде ит жоқ деп ысырап жасамауға үйретті. Өздері де үнемшілдіктің керемет үлгісін көрсетті. Әлі күнге дейін газға тағы от жағу керек болса, қолданылған сіріңкені алып, жанып тұрған отқа тұтатады. Киімді бір киіп тастай салу деген бізде атымен жоқ. Бала кезде менен қалған киімді інім киетін. Одан қалса ауылға жіберетінбіз. Олар қаладан келген киімге қуанатын. Бізге жыртық киімдеріңді жібергендеріңдей, біз де сендерге тістелген құрттарымызды жібереміз демеген ауылдағы кеңпейіл туысқандарыма алғысым көп. Ата-анам қарапайым жұмысшылар, жоғарғы білімі де жоқ. Анам медбике, әкем құрылысшы. Сөйте тұра, тапқан таянғанын той-томалақ туысқандарға көмек, біздің оқуымыз, тамағымыз, киіміміз бәріне жеткізетін. Бастысы ол кісілер өмірінде бірде-бір рет кредит алып көрмеген. Бұл үнемшілдіктің бір көрінісі дер едім. Осы жерде мына нәрсені ажыратып алу керек сияқты. Қажет кезде ақша жұмсай білу жомарттық. Қажет кезде ақша жұмсамай қалу сараңдық. Қажет емес кезде ақша жұмсау ысырапшылдық. Қажет емес кезде ақша жұмсамау үнемшілдік. Қаржылық сауаттылығы жайлы кез келген кітапты ашып қалсаңыз, ең алдымен кіріс-шығыс есебін жүргіз дейді. Қанша тауып, қайда қанша жұмсап жатқаныңды білуің керек. CoinKeeper деген тамаша мобильді қосымша бар. Кіріс-шығыс есебін жүргізуге едәуір көмектеседі. Бірақ басында кәдімгі қағаз дәптер бастап қолмен жазу пайдалы. 2016 жылы бәрімізге таныс Excel бағдарламасында кесте құрып, кіріс-шығыс есебін жүргізе бастадым. Кіріс және шығыс бағандарын жасап қойдым. Ақша түскенде немесе жұмсағанда кестені толтырып отырдым. Әр айдың соңында анализ жасап, қорытынды шығарамын. Келесі айда қанша үнемдеуім керек, қай шығындарым орынсыз болды, тағы басқа. Көп көмегі тиді. Кейде ойланбай бір затты сатып алғым келсе, дереу есіме кестем түседі де өзімді тыя қоям. Жалпы ақша үнемдеудегі мақсат не? Шалқып жүре бермейміз бе? Ертең кім бар, кім жоқ? Оралыңның барында ойна да күл дегендей. Мына нәрселер үнемшіл болуға мотивация береді деп ойлаймын. Үнемшіл адам өзін қарызға батудан сақтайды. Қарыздан ауыр жүк бар ма? Үнемделген ақшаны білімге, жеке дамуыңа инвестиция ретінде құя аласың. Тренингтер, кітаптар, үнемделген ақшаны бизнеске инвестиция ретінде құйып, немесе қор нарығында ірі компаниялардың акцияларын сатып алып, табысыңды еселей аласың. Халықтың 3-5% ғана кәсіпкерлік қабілеттерге ие екен. Кәсіпкер болмай-ақ инвестор болып, бизнестен үлес сатып алып баюға болады. Үнемделген ақшамен шетелге шығып, саяхаттап келуге болады. Мысалы, Батыс Еуропаға, Париж, Рим, Венеция, тағы басқа. 7 күнге саяхаттап бару үшін 480 мың теңгең болса жеткілікті. Ай сайын 40 мың теңге үнемдеп отырсаң, 1 жылдан кейін 20 мың теңге болса, 2 жылдан кейін 10 мың теңге болса, 4 жылдан кейін Париж, Венецияны көрсем деп арманыңа жете аласың. Мүмкін одан да аз уақыт шығар. Ақша үнемдеп қайырымдылыққа жұмсауға болады. Кезекті донерді жеуден бас тартып, аш жүрген адамды бір сәт еске алып, барыңды бөліссең, игі сол емес пе? Үнемдеуді үйренуіміз керек. Теңге тиыннан құралады, тамшыдан тама-тама дария болар дейді. Әр нәрсеге үнеммен қарай білсек, байи түсеміз. Қолда барды көбейтеміз, қауіпсіз болашағымыздың, қаржылық тәуелсіздігіміздің негізін қалаймыз. Паркинсон заңы. Үнемшілдік жақсы қасиет. Үнемдей білетін адам қаржылық қиындықтардың алдын алып, өзін қарызға батудан сақтайды.
Паркинсон деген заң бар. Қысқаша анықтамасы, шығын әрдайым кіріске теңесуге ұмтылады. Яғни, кіріс көбейген сайын шығын да арта береді деген сөз. Қанша тапсам да жетпей жатады дейтіндерді түсінуге болады. Расында да артық ақшамыз болғанын қанша қаласақ та ол күнделікті тұрмыстық қажеттіліктерімізден артылмай жатады. Енді қайтпек керек. Қайтсек қаржылық тәуелсіздікке қарай қадам басамыз. Бұл жерде Паркинсон заңын өз пайдамызға қолдансақ болады. Мәселен, сенің айлық табысың 200 мың теңге дейік. Демек, кірісің 200 мың теңге. Паркинсон заңына сәйкес шығының да сол мөлшерге жетіп қалады. Ал енді болашақ бюджетті жоспарлағанда 200 мыңның 50 мыңын арнайы есеп шотқа аударам деп шешіп, ол ақшаны кіріс ретінде қарастырмасаң да болады ғой. Яғни, қалған 150 мың теңгені ғана кіріс ретінде қабылдайсың, ал 50 мың теңгені басқа біреудің ақшасындай көресің. Оған тиіспейсің. Сонда әр ай сайын 50 мың теңге артық ақша жиналып отырады. Ол бір жылда 600 мың теңге, 5 жылда 3 миллион теңге, 10 жылда 6 миллион теңге болады. Жақсы идея ма? Қалаған сомаңды жинаудың 25 жолы. Ақша үнемдеу һәм қалаған сомаңды жинаудың 25 жолын ұсынбақпын. Бұл саған шабыт сыйлайды деп ойлаймын. Өзіңді шектеп жатқандай сезімде болмайсың. Бастысы ақша үнемдеу процесінен ләззат табасың. Егер төмендегі тәсілдерді шектен шықпай, сәтті қолдана білсең, айлық табысыңды 30%-ға үнемдей аласың. Кейбір тәсілдер тым ұсақ көрінуі мүмкін, бірақ теңге тиыннан құралатынын, бір теңгеге қалай қарасаң, 1 миллион теңгеге деген мәмілең де сондай болатынын ұмытпау керек. Ендеше кеттік. Бірінші, майда ақшаны бір жерге жина. Күніне 100 теңге, бұл айына 3 мың теңге деген сөз. Бір жылда 36 мың теңге. Аз болса да мәз. Екінші, қымбат затты сезімге беріліп, бірден сатып алма, ойланып ал. 24 сағаттан кейін оралып, шешім қабылда. Аптығың басылсын, сезім суысын. Көп жағдайда алғашқы сезім алдамшы болып, уақыт өте келе бұл затқа аса мұқтаж емес екеніңді түсінесің. Осылайша өзіңді болашақта сан соғып қалудан сақтайсың. Ақшаң қалтаңда қалады. Үшінші, әр сәтіп алған затыңды есепке ал, тіпті жол ақысында сана. Айдың соңында қайда қанша жұмсағаныңа қара. Бұл әдіс саған бюджетіңнің жоғалып кеткен 20%-ын қайтарып алуға мүмкіндік береді. Төртінші, ай сайын тамақ, транспорт, коммуналдық қызметтер, тағы басқа сияқты негізгі қажеттіліктерге орташа қанша жұмсай алатыныңды анықта. Сосын сол мөлшерден асырмауға тырыс. Бесінші, қысқа мерзімді мақсаттар қой. Мысалы, апта сайын қосымша 5 мың теңге табу. Бұған жету психологиялық тұрғыдан жеңіл, аса көп күшті де қажет етпейді. Мақсат көз алдыңда тұрған соң оңай жетесің. Майда жеңістер үлкен жеңістерге жеткізеді. Алтыншы, түскі асты үйден апар. Әріптестеріңнен ұялма. Негізі тойып тамақтануға шамамен 1000 теңге кетеді. Бір жылда орташа 200 жұмыс күні бар десек, түскі астың өзінен 200 мың теңге үнемдеуге болады екен. Жетінші, дүкенге дайын тізіммен бару керек. Бұны бәрі білсе де істейтіндер аз. Сатып алуың қажет заттардың тізімін жасап ал. Бұл не үшін келгеніңді ұмытпай, артық зат алып қоймауға, тек қажеттісін ғана алып қайтуға көмектеседі. Сегізінші, кредиттік картаң болса, құтылуға әрекет қыл. Қарызды қазір жауып, болашақта жаңа үстеме пайызды төлеуден өзіңді сақтайсың. Осылайша ақшаңды үнемдейсің. Тоғызыншы, үйдегі қажетсіз заттардан арыл. Кейбірін бәлкім сатуға да болатын шығар. Мысалы, OLX-те 1000 теңге болса да көптік етпейді. 10-шы, фастфуд пен жартылай дайын өнімдерді ұмыт. Денсаулығыңды һәм ақшаңды сақтайсың. 11-ші, темекі шегетін болсаң, тезірек таста. Есептеп көрсек, темекіге жылына кемінде 70-80 мың жұмсайды екенсің. Денсаулыққа зиянын айтпаса да түсінікті. 12-ші, электр қуаты мен суды ұқыпты пайдалан. Мысалы, тіс жуып жатқанда кранды ашық қалдырмау. Адам жоқ бөлмедегі жарықты сөндіріп қою көп күшті қажет етпейді, бірақ біраз ақша үнемдейді. 13-ші, сараң 2 рет төлейді.
бұған көзің жеткен шығар. Келесі жолы бір нәрсе сатып аларда мынаны ескер. Сапалы тауар қымбат тұрады, бірақ қолданыста арзанға түседі. Яғни сапалы тауарды бір рет сатып аласың да ұзақ қолданасың. Ал арзанға алған сапасыз тауарды қайта-қайта ауыстыруға тура келеді. Бұл уақыт пен ақшаның шығыны. 14-ші, жабылмаған несие қарыздарың болса, дереу олардан құтылу жоспарын құрып, сол бағыттан айныма. 15-ші, бағаларды салыстырып көруге ерінбе. Мейлі такси болсын, мейлі шаңсорғыш болсын, таңдау жасарда ақылға жүгін. Мысалы, көшенің арғы жағындағы дүкенде тура осындай шаңсорғыш бірнеше мыңға арзан болуы мүмкін. 16-шы, егер дүкенге дайын тізімсіз келсең, бір нәрсе сатып алардан бұрын сәл кідіріп 10 секундтай ойлан. Бұл зат саған не үшін керек? Егер мардымды жауап таппасаң, затты орнына қойып қой. 17-ші, стресс шығындардан аулақ бол. Стрессіз ақша жұмсап басам деу бос әурешілік. Оданша жақын адамыңмен сырласып, саябақта қыдырып, немесе медитация жасап, тынығып алған дұрыс. 18-ші, ұялы байланыс операторыңда, банк картаңда қандай қызметтер қосылып тұрғанын тексер. Кейбір ақылы қызметтер саған анау айтқандай қажет болмауы да мүмкін. Мысалы, қоңырау орнына әуен ойнап тұрғанның қандай пайдасы бар. 19-ші, егер өзің қолданбай жүрген гараж, қойма сияқты үй жайың болса, жалға бер. 20-ші, интернеттен бір нәрсе сатып алғанда бонус алуға тырыс. Көптеген кэшбэк сайттар бар. Жұмсаған сомаңның белгілі бір пайызын қайтарады. Мысалы, Каспи картаң арқылы интернет төлем жасасаң, соманың 1%-ын кэшбэк ретінде қайтарады. Бірақ жеңілдік үшін ғана сатып алу дұрыс емес. Жоспарсыз болмайды. 21-ші, ақысы аз болса да, кішігірім жұмыстардан бас тартпа. Сондай бірнеше жұмыс айлық табысыңды едәуір арттырып тастай алады. 22-ші, әмияныңда артық ақша жүрмегені дұрыс. Сол кезде жаратып қоям деп қорықпайсың. Ақша қолжетімді жерде тұрмаған соң, бір нәрсе сатып алуға деген қызығушылығың тез басылады. Ал енді соңғы 3 ережеге назар аудар. Бұл ережелерді бәрі сақтауы тиіс. 23-ші ереже. Қаржы жоспарын құр. Бұл ақша үнемдеудегі мақсатыңды және табыс көздерін анықтауға көмектеседі. Мақсатың айқын болса, ақша жинау һәм үнемдеу жеңіл болады. 24-ші ереже. Кіріс шығын есебін жүргізуді әдетке айналдыр. 2 айдай тұрақты жүргізсең, ары қарай автоматты түрде жасайтын боласың. Бұл табысыңды 30%-ға дейін үнемдеуге көмектеседі. 25-ші ереже. Ақша жай жиналып жатпауы керек. Әйтпесе оны инфляция жеп қояды. Инвестиция жасау арқылы үнемдеп, жинағаныңды одан әрі көбейт. Ақша жаңа ақша жасауға жұмсалуы керек. Сауатты түрде инвестиция жасай алсаң, 2 жылда $20,000 капитал құруға болады. Ары қарай содан түсетін дивидендтерге өмір сүруге болады. Инвестициялық біліміңді арнайы курс өтіп немесе кітап оқып арттыра аласың. Максимумды сығып ал. Кофеханадан зімбір шайын сатып ап іштім. Бал, лимон қосылған. 300 мг шай 392 теңге тұрады. Қаржы сауаты тұрғысынан қарасам, бұл менің қалауым емес, қажетім. Зімбір шайы иммунитетті көтереді. 392 теңге денсаулыққа салған инвестиция. Ауру асқынып тұрған кезде оған қарсы тұрудың ең тиімді жолы иммунитетті көтеру. Өзін инвестор көретін адамға әр сатып алған затының салмағын есептеу, бұл инвестиция ма, шығын ба деп саралау әдеті тән. Қиналмайды, керісінше бұдан ләззат алады. Себебі ол ақшаны шашуды емес, оны сақтап көбейтуді көбірек ойлайды. Иммунитетің мықты болса ауырмайсың, ауырмасаң емге шығындалмайсың. Ал ол қымбатқа түсуі мүмкін. Шайымды ішіп болдым. Стаканымды тастай салуға қимадым. Ішінде лимон, зімбір кесінділері бар еді. Әр нәрсені максимум қолдан, бәрін сығып ал деген принципім бар. Мен өзімді инвестор көремін ғой. Стаканға жылы су құйдым да іштім. Лимон мен зімбірдің күші әлі бар екен. Сөйтіп 4 рет қайта-қайта су құйып, лимон мен зімбірдің дәмі кеткенше іше бердім. Бұл сараңдық па, кедейлік психологиясы ма? Жоқ. Бұл әр нәрседен максимум сығып алуға тырысатын, әр нәрсенің қадірін білетін инвестордың әрекеті, әдеті дер едім.
айына 120 мың теңге тапса да, сатып алған тамағын тауыспайтын, сосын қалдығын қоқысқа тастайтын жастарды білемін. Қанша табатының маңызды емес. Қандай қаржылық әдеттерің бар, сол маңызды. Бұл қыз-жігіттер айына 1 миллион теңге тапқан күннің өзінде ақшасын шашып тастайды. Түбі қарызға батады. Ақшасын қалай тартса да жетпейтін болады. Себебі әдеттері дұрыс болмай тұр. Мен айына 10 миллион теңге тапсам да, зімбір шайының өзінен максимум сығып алуға тырысам. Әр нәрседен максимумды сығып алу әдетін бойымызға сіңірейікші. Меніңше бұл жеңімпаз адамға тән әдет. Мысалы, бір курсқа қатысу үшін 50 мың теңге төледің, маңдай теріңмен тапқан ақшаңды тамағың тауыспай, қоқысқа тастай салатын әлгі жастар сияқты желге ұшырып жібергің келе ме? Жоқ. Бір сабақты кемінде 4-5 рет тыңдап, тапсырмаларын бірнеше рет орындап, ұстаз кураторды сұрақтың астына алып, курстың максимумын сығып алуың керек. Кейде өмір қатты соққы жасап, қалыпты режимді бұзып, есеңгіретіп тастауы мүмкін. Жоспарларыңның быт-шыты шығады. Мысалы, Түркияға барып күрделі ота жасатуға мәжбүр болып қаласың. Жасатасың, одан кейін ауруханада жатуың, реабилитациядан өтуің керек. Сол ситуацияның өзінен максимумды сығып алуды үйрен. Дәрігерлермен емделіп жатқан жандармен сөйлесіп, түріктердің менталитетін, тілін, денсаулық сақтау жүйесін зертте, олар жайлы мүмкін болған нәрсенің бәрін біліп ал. Жүріп тұра алсаң, тіпті жақсы. Көруге болатын нәрсенің бәрін көріп, көп қозғал. Оқи алмай жүрген кітаптарыңды оқып таста. Максимумды сығып алу дегенді шетелге шектеулі уақытқа саяхаттап барған жандар жақсы түсінуі керек. Венецияға бардың. 2,5 күнің ғана бар. Ұйықтап жату қылмыс. Ерте тұрасың да Лидо аралына тартасың. Қайтар жолда Бурано мен Мураноға соғып кетуің керек. Бұның бәрін бір күнде аралап үлгерсең жақсы. Ертесіне өлілер аралы Сан-Микелені көруге аттанасың. Одан кейін Венецияның ішкі тасты көшелерін және гондолаға мініп каналдарын аралауың керек. Бір келген соң бәрін көріп максимумды сығып алуға тырысасың. Себебі бұл уақытты шектеулі сапар. Өмірде уақыты шектеулі сапар емес пе? Уақытын бос өткізіп, өмірін ысырап етіп жүргендерді Венецияға бару үшін біраз ақшасын жұмсап, сосын бір қонақ үйге кіріп ап, күні бойы ұйықтап жататын жандарға ұқсатамын. Bir түрлі иә, денің сау, ақылың бүтін, әр сәтіңнен максимумды сығып алу дұрысырақ емес пе? Бүгін балаңмен бірге өткізетін 20 минутыңнан максимумды сығып ал. Бар назарыңды соған ғана аударып, телефонға қарамай, отырып тұрып ойна, эмоцияңды шығар. Себебі ертең мұндай мүмкіндік қайта келмеуі мүмкін. Намазға тұрғанда барлық әдеп сүннеттерін сақтап, бар зейніңді айтып жатқан сөздеріңе қой, құптылықпен ғибадат қыл да, Алланың уәде еткен сауабын максимум ал. Оқып жатқан кітабыңның бар нәрін сорып ал да, соны өміріңе барынша енгіз. Білімнің ләззатын ол өміріңді өзгерте бастағанда сезінесің. Әлемнің байлығы әр нәрседен максимумды сығып алуды әдетіне айналдырған адамның қолына өтеді. Солай болуы да әділетті деп ойлаймын. Себебі ол денсаулық, білім, бала, ақша сияқты нығметтердің қадірін біліп, Құдайдың алдында өзінің сол байлықты үлкен жауапкершілікпен басқарып, дұрыс һәм максимум қолдана алатынын дәлелдеді. Ақша және есеп. Ақша есепті жақсы көреді деген сөз бар. Бұл ақша оны есептей алатын адамдардың қолына қонады және керісінше есептей алмайтын адамдардың қолында тұрмайды деген сөз. Есеп дегенім қарапайым нәрсе. Қайдан қанша кіріп жатыр, қайда қанша шығып жатыр, сол ғана. Қаржылық проблемасы бар адамдардан байқағаным, олар есепке шорқақ, есептеп отырғысы келмейді. Тіпті компаниясының қаржылық есебін қопарып көргісі келмейтін кәсіпкерлер бар. Себебі олар қорқады. Неден қорқады? Ыдыстың түбіндегі тесіктерді көруден қорқады. Сөз жоқ. Олар көп ақша табуы мүмкін, бірақ әдетте одан да көп жұмсап кетіп жатады. Іштей соны сезгенмен мойындағысы келмейді. Сандар сөйлесін дейді ғой. Сенің қазіргі қаржылық ахуалыңнан сандар ғана нақты хабар бере алады. Қанша табатының маңызды емес. Қандай қаржылық әдеттерің бар, сол маңызды дедік. Дұрыс. Қаржылық әдеттердің бірі кіріс-шығыс есебін жүргізу.
Бұны миллиардерлердің өзі кеңес етеді. Бұл есептің маңызы сол. Сен нақты қанша тауып, нақты қанша жұмсап жатқаныңды білесің. Басқаша қалай білесің? Шамамен шығыным осынша, мен өте үнемшіл адамын деген адамдардың өзі кіріс шығыс есебін жүргізіп, өзі күтпеген сандарды көріп, таң қалып жатады. Олар өзі ойлағаннан әлде қайда көп жұмсап жатқанын, артық шығындарын байқай бастайды. Кіріс шығыс есебін жүргізуге дисциплинам жетпейді. Санап есептеп отырудан миым ашып кетеді дейтіндер бар. Сен ақшаны санауға, есебін жүргізуге қиналсаң, қаржылай тәуелсіз болуға лайықсың ба өзі? Жазушы ойша болсын, былай болсын, үнемі жазады. Ол жазбаса, оның жазушы екенін қайдан білесің? Дәл сол сияқты бай адам ойша болсын, былай болсын, үнемі ақша санайды. Ол санай алмаса, санаудан қашса, қалай бай болады? Бай адам ақша санаудан ләззат алады. Қазір 1 миллион теңгені уысыңда ұстап тұрып, санаудан қалай жалықпасаң, кейін 1 миллион долларды санаудан дәл солай жалықпа. Шаршадым деме. Ақша есепті жақсы көреді. Ақшаның есебін жүргізе алған адам ғана оны басқара алады. Ал ақшаны басқара алған адам ғана оны жүрегіне кіргізбейді. Табысың артып шотыңда миллиондар айналып жатқанда ақшаның жай сандар екенін түсінесің. Ақша сен ойлағандай үлкен маңызға да ие емес екен. Ол жай математика. Математика демекші, мен жиі айтамын, қаржылық тәуелсіздікке жеткің келсе, 5-ші сыныптың математикасын білсең, сол жеткілікті деп. Шынымен де солай. Менен қаржылық кеңес сұраған жандардың процент шығаруды білмейтінін көргенде таң қалғам. Сен де кәні өзіңді тексеріп көрші. Сен қаржылай тәуелсіз жансың. 112 миллион теңге тұратын активің саған жылда 18% пассив табыс әкеліп тұрады. Ол қанша теңге болады сонда? Осы есепті шығара алсаң, жарайсың. Шығара алмасаң, қаржылық тәуелсіздікті ойлаудан бұрын 5-ші сыныптың математикасын қайталап келесің ау. Ақшаның есебін жүргізе алатын адам біріншіден үлкен қарызға батпайды. Екіншіден өзіне байланысты емес себептермен үлкен қарызға батқан болса да, одан шығудың жолын табады. Ол жалпы қаржылық проблемалардан қорықпайды, себебі ол ақшаның жай сандар ғана екенін әбден түсінген. Есеп шығарғанда шарасыз күйге түспейсің ғой. Үлкен сандардан қорықпайсың ғой. Дәл сол сияқты. Тек асықпай, сәл басыңды қатырып ойлансаң, кез келген есепті шығара аласың. Өткенде бір жігіт 10 миллион теңге қарызым бар деп келді. Кел, асықпай ойланайық, есептейік деп сабырға шақырдым. 10 миллион теңге қарызы барлар жақсы түсінеді деп ойлаймын. Төбеңде қара бұлт үйіріліп тұрғандай, ештеңе істей алмай, бір нәрсе істейін десең қозғала алмай, шарасыз күйге түсіп, біреу кеп тез қарызымды жауап берсе екен деп белгісіз бір жақтан көмек күтіп отырасың. Сені қарызыңнан бөлек ештеңе істемей жатқаның қинап тұр ғой негізі. Сол үшін аз болса да бір нәрсе істеуден бастау керек. Сол азды қалай табамыз? Ол үшін есеп керек. Ал қарыз есептен қорқатынын білуші ме едің? Сөйтіп ол жігітпен бірге отырып, шұғыл емес қарыздарын бөлдік. Табыс көздерін, қайдан қанша түсетінін көрдік. Нақты сандар белгілі болғанда қарыздан құтылу жоспарын құрдық. Сөйтсек, оған ай сайын 500 мың теңге табу керек екен. Сонда 20 айда, яғни 1 жыл 8 айда, мүмкін одан да ерте қарыздарынан толық құтылады. Оның фокусын таудай боп көрініп тұрған 10 миллион теңгеден қолжетімді 500 мың теңгеге бұрдық. Бөліп ал да билей бер деген осы. Есептің көмегімен үлкен проблеманы кішірейтіп алдық. Оның да көзінде от жанып, әрекет етуге ынтасы оянғанын байқадым. 10 миллионмен күрескен оңай ма, 500 мың теңгемен бе? Сосын ол жігіттің табысын есептеді. Айлығынан шығындарын алып тастаса, таза 200 мың теңге алады екен. Демек, енді 300 мың теңге ғана табу қалып тұр екен. Сұрастыра келе, бұл жігіттің жұмыстан тыс тапсырыспен жиһаз жасайтынын білдім. Бір тапсырыстан 100 мың теңге алуға болады дейді. Яғни ол ай сайын сондай 3 жиһаз жасаса, өзіне қажет соманы тауып отырады деген сөз. Енді оның фокусы, уайымы тек 3 тапсырыс табуда.
Мен оған 10 миллион теңгені ойлама, себебі ол сені жансыздандырып, әрекет еткізбей қояды. 3 тапсырыс, 3-ақ тапсырыс табуды ойла. Сонда әрекет ете бастайсың. Бұл саған күш береді. Сөйтіп аз-аздан үздіксіз жылжып, сол 10 миллион теңге қарызыңнан құтыласың деп. Ойша болсын, былай болсын, үнемі ақшаңды санап жүр. Қалтаңда әлі болмаса да, миыңда миллиондар жүрсін. Қайдан, қанша келіп жатқанын, оның қаншасы қайда кетіп жатқанын ерінбей есепте. Шығының кірісіңнен артып кетпейтіндей, кішкентай кірісің кішкентай шығыныңды, үлкен кірісің үлкен шығыныңды жабатындай ақшаңды басқара біл. Ақшаның жай сандар екенін, қаржылық проблеманың жай есеп екенін және кез келген есептің шешімі бар екенін естен шығарма. Ақша есепті жақсы көреді. Ақшаң көп болғанын қаласаң, сен де есепті жақсы көр. Құнсыздану. Ақшаның құнсыздануы айналымдағы ақшаның шамадан тыс көбейіп кетуінен болады. Яғни, ақша көп, бірақ сол ақшаға сатып алуға болатын өнім көлемі аз болса, құнсыздану басталады. Сәйкесінше өнімнің бағасы өседі. Өнім неғұрлым аз, ал айналымдағы ақша көп болған сайын, өнімнің бағасы соғұрлым қымбат бола береді. Мұны инфляция деп атайды. Мысалы, бір ауылда 5 адам өмір сүреді. Әр қайсына 20 мың теңгеден үлестіріп берді дейік. Сонда айналымдағы ақшаның көлемі 5 көбейту 20 мың тең 100 мың теңге. Ауыл тұрғындары әр қайсы бір-бірден өнім өндіреді. Көмбеш нан, қаймақ, құрт, жұмыртқа және қымыз. 5-ақ өнім бір-бір данадан өндіріледі. Ақша көп, өнім көлемі аз. Сол үшін көмбеш нан басқа нарықтағыдай 150 теңге емес 1000 теңге, тіпті 5000 теңге тұруы мүмкін. Демек, ақшаның құнсыздануын болдырмау үшін оның айналымдағы көлемін азайту керек. Немесе өндірілетін өнімнің көлемін соған сай ұлғайту керек деген сөз. Айналымдағы ақша көбейген сайын құнсыздана береді дедік. Мысалы, ақш федералдық сақтық қор жүйесі долларды қалағанша баса беретінін білесің бе? Кәдімгі ақша басып жатқан принтерді елестет. Бұл доллар құнсыздана ма дегендерге жауап. Теңгенің жағдайын ойлай бір. Құнсызданған долларға қатысты құнсызданып жатыр. Қандай қарқынмен кедейленіп бара жатырмыз? Ойлаудың өзі қиын. Доллардың жай қағаздан айырмашылығы ол әлемнің ақш экономикасына деген сенімнің көрсеткіші. Әйтпесе не алтынға, не күміске байланбаған құны жоқ жай қағаз ғой. Келесі жолы теңгеңді долларға айырбастауға асыққан кезінде сен Қазақстанның емес, ақштың экономикасына көбірек сеніп тұрғаныңды есіңе ал. Ақша көп, бірақ соған сай өнім өндіріліп жатқан жоқ. Бұл нені білдіреді? Сен қолданатын өнімдер қымбаттай береді. Арзандағанын күтпесең де болады. Ақша бұрын-соңды болмаған қарқынмен құнсызданып жатыр. Инфляция 9%-ға жетті деген сөзді естіген шығарсың. Бұл мынаны білдіреді. Былтыр дүкеннен 100 мың теңгеге алған шаңсорғышың биыл 109 мың теңге тұрады. Инфляцияны өрт деп ойлашы. Сенің ақшаңды жалмай береді. Ал сен байлығыңның көз алдыңда азайып жатқанын байқамайсың да. Қағаз түрінде, сейфіңде немесе көп нөлдер боп онлайн есеп шотыңда тұрғанына мәзсің. Оны сақтау үшін барыңды салуың керек. Үйің өртенгенде қарап тұрмайсың ғой. Енді не істеген дұрыс? Маңдай теріңмен тапқан ақшаңды құнсызданудан, инфляциядан қорғаудың ең тиімді жолы сол ақшаға нарықта өз орны бар сенімді үлкен компанияның акцияларын сатып алып қою. Мысалы, 100 мың теңгеңді инфляциядан қорғағың келді дейік. Егер жай есеп шотта жатса, 9%-ық инфляцияның кесірінен бұл ақшаң бір жылдан кейін қазіргі 91 мың теңге сияқты боқ қалады. Көз алдыңда инфляция 9 мың теңгеңді жеп қойды дей бер. Ал енді сол ақшаға бір жыл бұрын Қазатомпромның 10 акциясын әр данасын 9700 теңгеге сатып алып қойғаныңда, қазір байлығың 169.930 теңгеге тең болатын еді. Қазір Қазатомпромның бір акциясы 16.693 теңге тұрады. Сен байлығыңды инфляциядан сақтап қана қоймадың, оны кішкене болса да арттырдың. Бұл қарапайым мысал ғана. Акция сатып алғанда букмекерде ақша тіккендей көтеріп алуды емес,
Ақшаңды инфляциядан қорғауды ойла. Қазатомпром бір жылда өсім көрсетпеуі де мүмкін еді. Бірақ ұзақ мерзімде акциялар міндетті түрде өседі. Сен қайдағы бір зат емес, уран деген өнім өндіретін нарықта өз орны бар. Сенімді үлкен компанияның акциясына иелік етесің, өнім өндіретін. Ал айналымдағы ақша көп болған сайын өнімнің бағасы да өсе беретіні белгілі. Темекі тастасаң, 9 отбасын тамақтандырасың. Бірде Шоғыла қайырымдылық қорының береке бағдарламасы аясында Алматы облысындағы шалғай ауылдардың біріне бір топ жігіт ерікті ретінде бардық. Міндетіміз азық-түлік салынған қораптарды берілген тізім бойынша жағдайы төмен отбасыларға үлестіру болатын. Бас аяғы 9 үйді араладық. Ішінде күріш, жарма, қант, шай, өсімдік майы, тағы басқа салынған қораптарды үй иелеріне тапсырдық. Мұқтаж жандардың мұндай көмекке қалай қуанғанын көрсең ғой. Кішкентай балалар да мәз-мейрам. Біреуге көмегің тигенін сезіну үлкен бақыт екен. Біз жағдайымыз жақсы болғанына риза болып, барлық адам өзіміз сияқты тоқшылық өмір сүріп жатыр деп ойлаймыз. Сөйтіп көмекке зәру, бір күндік азығын таба алмай отырған отбасылар бар екенін көп жағдайда ұмытып жатамыз. Осы науқан кезінде небір кедей отбасылардың барын көрдік. Жүректе мейірім оянып, жанашырлық артқандай. Проблема деп жүрген нәрселеріміздің түкке тұрмайтынын түсінгендей болдық. Осындай толқу үстінде үйге таксимен қайтып келе жаттым. Жүргізуші темекісін тұтатып еді. Мен темекі түтініне шыдай алмай терезені аша бастадым. Жүргізуші, темекі шекпейсің ғой деймін деді. Иә, осы бәлені тастау керек еді. Иә, зиян ғой қай жағынан алып қараса да, денсаулыққа да, экономикалық жағынан да зиян. Негізі күніне қанша қорап шегесіз? Біреу ғой сол. Бір қорап қанша тұрады? 200 теңге. Сонда тек темекінің өзіне бір айда 6000 теңгеңіз кетеді екен ғой. Мә, сонда бір жылда 72.000 теңге кете ме? Қалай өзі? Мәссаған деп таңданысын жасыра алмады. Сол ақшаны темекіге жұмсамай садақа ретінде берсеңіз, үлкен сауапты іс істеген болар едіңіз ғой, деп күліп қойдым. Енді онсыз да садақа береміз ғой, деп ол кісі ақталғандай болды. Іштей, әй қайдам, жылына 72.000 теңгені садақа ретінде бере салатын жандар некен саяқ қой қазір, дедім. Айтпақшы, әлгі біз таратқан әр қораптағы азық-түліктің жалпы бағасы шамамен 8000 теңге болады. Яғни, біз үлестірген 9 қорап 72.000 теңге боп тұрғаны ғой. Сонда алып бара жатқан байлығы жоқ, қарапайым ғана такси жүргізушінің өзі бір жыл темекі шекпесе, осы 9 отбасыны бір айлық азық-түлікпен қамтамасыз ете алатындай жағдайда екен. Базарда туған ойлар. Ой, мама, суық күнде базарға бармай-ақ қояйықшы, соны үйге онлайннан алдыра салмаймыз ба? Десем де, жоқ, базарға барып өз қолыммен таңдап алуым керек, деп тұрған анамның айтқанын істеп, базарда жаурап, пакет көтеріп қиналып жүремін. 90-шы жылдардың жоқшылығын көрген анамның әр теңгенің құнын біліп, скидка іздеп саудаласқанын көремін де, басында түсінбеймін. Бұл кедейлік психологиясы ғой деп. Кейін еріксіз өзімнің ысырап жасап жүрген кездерім есіме түседі. Ысырап дегеннен шығады. Мен бір нәрсені анық білемін. 10 теңгеге қалай қарасаң, 10 миллион теңгеге де солай қарайсың. Миллиондар табатын, бірақ тамағын жартылай жемей қалдыратын достарыма айтарым. Алла ысырап етушілерді сүймейді. Әнғам сүресі 141 аят. Кедейлік психологиясы анау-мынау деп кекіріп қойып, әңгіме айтып жүрген псевдо-психологтарды тыңдай бермеңдер. Бұл мәселеде бізге тұспағдар авторитет пайғамбарымыздың сөзі бар. Теңіздің жағасында тұрсаң да, суды үнемдеп қолдан, дейді. Бүгін нәпсіме жақпаса да, анаммен бірге базарға барып, бір сағатта 10.000 теңгедей үнемдедік. Бұл бір мұқтаж отбасыны бір апта бойы тамақтандыруға жететін сома. Немесе 2 дана лайфхактар кітабын сатып ап, ауылыңның кітапханасына апарып
жастардың көзін аша аласың, оларға бағыт-бағдар бере аласың. Кейін олар базарда қиналып, күні бойы жаурап тұратын халге түспейді. Үнемдеуді шектеу емес, инвестиция деп қабылдай бастағанда нағыз кайфтың не екенін сезесің. Базарда туған ойлар осы. Сараңдық. Дұрыс қаржылық әдеттердің бірі үнемдеу. Үнемдеу арқылы қор жинайсың. Қор жинау арқылы қаржылық тәуелсіздікке жетесің. Бірақ үнемдеудің де шегі бар. Кейде үнемдеу сараңдыққа ұласып кетеді. Үнемдеу мен сараңдықтың ара жігін ажыратып көрейікші. Былайша айтқанда, қай кезде үнемдеу керек, қай кезде үнемдеу сараңдыққа айналады. Соны нақты анықтап алсақ, қаржылық шешімдеріміз де дұрыс болады. Үнемдеу қажет емес кезде ақша жұмсамау, ал сараңдық қажет кезде ақша жұмсамау. Осы сөйлемді асықпай тағы бір рет оқып көрші. Мысалы, айлық табысы әзірге 150 мың теңге жігіт жұмысқа автобуспен барады, жолақысы таксиден әлде қайда арзан. Оның негізгі қажеті жұмысқа уақытылы жету болды. Ертерек шықса, қажеті толық өтелейін деп тұр. Енді кептеліс автобустағы сығылыс қолайсыздық тудыруы мүмкін. Яғни, комфорт оның қалауы. Қаржы сауатын арттырғысы келген адам ең алдымен қалау мен қажетінің ара жігін ажыратып алуы керек. Қалауыңды орындауда проблема жоқ. Проблема басқа қажетіңді өтемей қалауыңды орындауыңда. Мысалы, бұл жігіттің қарызы бар шығар, немесе 6 айлық қауіпсіздік қоры болмауы мүмкін. Тіпті тапқаның 1 айға жеткізе ала ма жоқ па, ол да белгісіз. Ал бұл негізгі қаржылық қажеттер. Оларды өтемей қалауыңды уақытша ұмыта тұр. Есептеп көрейік. 1 айлық жол билеті 7200 теңге тұрады. 1 ай бойы автобуспен емін-еркін жүре береді. Сонда ол жолға айлық табысының 4-8% жұмсайды деген сөз. Бір күні норманы көтер деген мотивациялық әңгіме естіп алды да, оның таксимен жүргісі кеп кетті. Автобуспен жүре берем бе? Мен комфортқа лайықпын деп таксиге отырады, ал комфорт оның қажеті емес, қалауы еді ғой. Қажет емес кезде ақша жұмсамаса, ол үнемдеген болар еді. Бірақ қазір қажет емес кезде ақша жұмсайын деп тұр. Ал бұны ысырап дейді. Тағы да есептеп көрейік. Таксимен жұмысқа барып келуіне орташа 2000 теңге кетеді. 1 айда 22 жұмыс күні бар десек, ол жолға айына 44 мың теңге жұмсайды. Нормасы көтерілмей жатыр. Табысы артпаған. Сонда оның айлық табысының 29-да 3% жолға кетеді деген сөз. Ысырап екені енді сезілді ме? Жақсы, ол жігіт таксиге отырмайтын болды дейді. Үнемдеу дұрыс екенін түсінді. Сөйтіп бір күні ол ұйқыдан кеш тұрып қалды. Автобуспен барса кешігейін деп тұр. Оның негізгі қажеті жұмысқа уақытылы жету дедік қой. Бұл қажетін бүгін енді тек такси өтейтін деп тұр. Бірақ ол жоқ, үнемдеуім керек, жұмысқа автобуспен барам десе, сараңдық жасаған болады. Себебі сараңдық қажет кезде ақша жұмсамау. Бұл күнде кеш оянып, таксимен бара бер дегенді білдірмейді. Қайталана берсе ысырапқа айналады. Үнемдеу сараңдыққа айналып кетпеу үшін не істеу керек? Өз-өзіңнен аямау керек дейтіндер бар. Мен мынадай шешім ұсынамын. Айлық шығындарыңды анықтап, мысалы жол, азық-түлік, киім, тариф, сыйлық, қыдыру, тағы басқа әр қайсына лимит қою керек. Мысалы жолға ай сайын 10 мың теңге, сыйлыққа 10 мың теңге, қыдыруға 15 мың теңгеден көп жұмсауға болмайды. Сен әдетте қыдыруға 30 мың, 40 мың теңге жұмсап жүрген болуың мүмкін. Енді лимит қойдың. Осы шектен аспауың керек. Шектен ассаң, ысырап жасаған боласың. Аспасаң, үнемдеген боласың. Бастысы өзіңді сараң сезінбейсің, себебі үнемдеймін деп мүлде қыдырмай қоймадың ғой. Өзіңе белгілі бір деңгейде қыдыруға рұқсат бердің. Қай шығыныңды алсаң да пайыздық үлесіне қарау керек. Мысалы, екі жігіт киімге ай сайын табысымның 10%-ын жұмсаймын дейді. Біреуі 150 мың теңге, екіншісі 1 миллион теңге табады. Сөйтіп екеуінің көзі 100 мың теңгелік костюмге түседі.
қатты алғысы келеді, енді сатып алайын ба, алмайын ба деген қаржылық шешім қабылдау керек боп тұр. Егер бірінші жігіт сатып алса, бұл ол үшін ысырап болады. Сатып алмаса, үнемдеген болады. Себебі киімге табысының 66,7%-ын жұмсайын деп тұр. Лимиті 10% еді ғой. Ал екінші жігітке жұмыс бабымен костюм қажет болса, және ол оны сатып алса, бұны жомарттық дейді. Өз-өзіне деген жомарттық. Неге? Себебі жомарттық қажет кезде ақша жұмсау, ал костюмды сатып алмаса, сараңдық болады. Себебі сараңдық қажет кезде ақша жұмсамау. 100 мың теңгелік костюм 1 миллион теңге табысының 10%. Лимиті де сондай ғой. Қайырымдылық жайлы айтайықшы. Меніңше, табысы бар әр адам қайырымдылыққа азды-көпті ақша бөліп тұруы керек. Бұл оның рухани һәм материалдық дамуына қажет. Сондай-ақ ол сол арқылы қоғамның проблемаларын шешуге үлес қоса алады. Қайырымдылық лимиті 2,5% деп алуды ұсынамын. Зекеттің пайызы ғой бұл. Айына табысының кемінде 2,15%-ын садақаға жұмсап отыр. Мысалы, әлгі 150 мың теңге табатын жігіттің садақасының көлемі кемінде 3750 теңге болуы керек. Аз ба, көп пе? 3750 теңге оның сараңдық шегі. Одан аз берсең сараңсың, көп берсең сараң емессің. Әркімнің қажеті мен қалауы, қаржылық мақсаттары, әр шығынға қойған лимиті әртүрлі екенін ескерген жөн. Сол үшін сараңдық та салыстырмалы ұғым. Үнемдеу мен сараңдықтың, ысырап пен жомарттықтың айырмашылығын түсінсең, қаржылық шешімдерің де дұрыс болады. Ал дұрыс қаржылық шешімдер түбі қаржылық тәуелсіздікке жеткізеді. Ләззаттың шегі. Қайбір жылы достарымызбен Ыстықкөлге бардық. Сенбі-жексенбі 2 күн демалысты ерекше өткізейін деді. Негізі бір қарағанда 2 күн аз сияқты. Бірақ мен апталап көлдің жағасында жататындарды түсіне алмай-ақ қойдым. Бітпейтін не ләззат ол. Сөйтіп, бірінші күніміз эмоция мен әсерге толы өтті. Өмірдің секундтары емес, сәттерден тұратынын осындайда түсінесің. Уақыт баяу жылжығандай бір күннің өзінде көп нәрсені көріп, сезініп тастадық. Екінші күні эмоциялар басылып, түске қарай шомылудың қызығы кете бастады. Сөйтіп үйге қарай шығып кеттік. Солай істегеніміз дұрыс та болған сияқты. Егер тағы бір күн қалсақ, демалыстан шаршап, жағымсыз эмоцияларды кешермедік, кім білсін. Әр жағымды эмоцияның бір шегі болады. Сол шекке жеткенше өзіңді бақытты сезінесің, ал шектен асқан кезде керісінше бақытсыз сезіне бастайсың. Ісіңнен үнемі ләззат алып, өзіңді бақытты сезініп жүру үшін сол шекті білуің керек, және дер кезінде тоқтауың керек. Мысалы, саған кітап оқу ерекше ләззат сыйлайды. Осы бір жағымды эмоцияны 30 минут бойы кешесің, одан әрі оқи берсең, оқу жалықтыра бастайды. Дәл осы сәтте кітап оқуды тоқтату маңызды. Әйтпесе, кітап оқу энергия бермей, керісінше оны жей бастайды. Калифорнияда French Laundry деген ресторан бар. Ерекшелігі, ол жерде тағамды кішкентай порциялармен береді екен. Себебі ресторанның бас аспазы Томас Келлердің айтуынша, адам алдындағы астың тек алғашқы 3-4 порциясынан ғана ләззат алады екен. Қалғаны әшейін қарынды толтыру ғана. Бұл заңдылық басқа дүниелік заттарға да қатысты жүреді деп ойлаймын. Мысалы, Дубайда Lamborghini айдап көресің де ләззат аласың. Соны сатып алсам деп аңсарың ауады. Бағасы 120 миллион теңге. Сөйтіп сатып аласың. Басында өзіңді бақытты сезініп жүретін шығарсың, бірақ оның да ләззаты ұзаққа созылмайды. Бір кезде осақ па не деген сезім пайда болады. Бұдан шығатын қорытынды, бір нығметтен ләззат алып үшін оған иелік етудің қажеті жоқ. Мысалы, ана Lamborghini'ді Дубайға барған сайын жалға алып айдап тұрсаң болады. Содан ләззат аласың, артық шығындалмайсың. Негізі қаржы сауаты деген түптеп келгенде қажет пен қалаудың аражігін ажырату ғой. Артық қалаулар түбі сені тақырға отырғызуы мүмкін.
бір жаңа дүниеге қызығып сатып алғың келді дейік. Сатып алу деген иелік ету деген сөз. Сол кезде өзіңе сұрақ қой. Мен бұл затсыз өмір сүре алам ба? Деп жауап иә болса, демек бұл қалауың. Кейде бір әдемі дүниені көргенде оны сатып алмай, оған жай қарап-ақ ләззат алуға болады. Соның өзі жеткілікті. Мысалы, Луи Виттонның сөмкесіне қарап, оны жасауға кеткен шеберлердің еңбегін ойлап, дизайнына тамсанып тұруға болады. Сатып алу шарт емес. Мен бұл затсыз өмір сүре алмаймын десең, мархабат сатып ала бер. Бірақ бір айдан кейін ләззатты кетіп, осақ па не деп айтпа. Адамның жаны мәңгілік рахатты қалайды. Адам бір нәрсені қаласа, демек ол нәрсе бар деген сөз. Ол жәннат. Сол сияқты адам не үшін мәңгі өмір сүргісі келеді? Өлгісі келмейді. Себебі оны бұл өмірден өткеннен кейін мәңгілік өмір күтіп тұр. Бірақ ол сол мәңгілік өмірді осы дүниеден күтеді. Адамның жаны мәңгілік жаннатқа ие болғысы келеді. Тәні дүниелік рахаттарға иелік етуді қалайды. Біз осы екеуін шатастырып аламыз да, қымбатқа сатып алған затымыз ләззат бермей жатса, көңіліміз түседі. Кез келген ләззаттың бір шегі болады. Сол шекке дейін сол затты қолдан, сол істі істе. Ләззатты азая бастағанда тоқтап үлгер де, басқа бір іске көш. Сонда өзіңді үнемі бақытты сезініп жүресің. Бір нығметтен ләззат алу үшін оған иелік етудің қажеті жоқ. Яғни, сатып алудан гөрі жалға ала тұру психологиясы бұл тұрғыда ұтымдырақ. Әрине, қажет пен қалаудың ара жігін ажырата алсаң.